Бүгінгі тақырып әріпті өрнектер деп болады. Арасында кез келген әріпі бар бір санды өрнекті әріпті өрнек деп аталады. Мысалы, 10a минус 5 дегеніміз әріпті өрнек. Неге бұл әріпті өрнек? Ішінде бір әріпі бар. 5x плюс 4 бұл да әріпті өрнек. 5-тен 4a плюс 2 бұл да әріпті өрнек. m минус 10 бөлінген 2 бұл да әріпті өрнек деп аталады. Бұл не үшін керек әріпті өрнек? Алдымызда тағы тақырыптар кездеседі, теңдеу құруға байланысты. Теңдеу құратын кезде бізге осы әріпті өрнектерді қолданып теңдеу құрамында көбінесе біз x-ті пайдаланамыз. Енді мысалы мына жерде 10a минус 5 бізге теңдеу құратын кезде бұндай дайын қылып бермейді ғой. Сондықтан оны өзіміз құрастыруымыз керек. Бұл қалай болуы мүмкін? Кез келген бір санды 10 еселеп, еселеп деген не деген сөз? Көбейту деген, 10-ға көбейту. 10 еселеп, 5-ті кеміткенде деген өрнек құру керек болатын болса, дәл 10a минус 5 Мысалы, мынаған құрайық. Бір санды 5 еселеп, оны 4-ке арттырғанда, мына 4-ке арттырғанда қосу деген сөз. Мына жерде ше, мына жерде қалай айтуға болады? Бір санның 5-тен 4 бөлігін 2-ге арттырды. Сол кезде 2-ні қосамыз, 5-тен 4 бөлігін 2-ге арттырды. Бұлай десек, мысалы, Марат аулаған балығының, белгісіз 10 балығы, 10 балығын атасының үйіне қалдырып, оның жартысын, не десек, жартысын досына берді қалдырғаннан кейін. Мысалы, бірінші Марат 10 балығын, 10-ды азайтамыз, 10 балығын атасының үйіне қалдырды. Маратта сонда бастапқыда мысалы 30 балық болатын болса, 30-дан 10 аламыз, сонда 20 балық қалды. Оның жартысын, жартысы деген не деген сөз? 2-ге бөлу деген сөз. 2-ге бөлген кез қалғанын досына берді. Сонда 30-дан 10 алсақ 20, 20-ны 2-ге бөлсек, 10 балығын досына берді деген сияқты теңдеу құрамыз. Сондықтан алғашқы кіріспесі әріпті өрнек теңдеу құруға керек. Енді бұл жерде тағы да сұрақтар болуы мүмкін. Коэффициенттері дейді. Коэффициент дегеніміз әріпті өрнектің алдында тұрған мына сандарды, немесе бос тұрған сандардың барлығы коэффициенттер деп аталады. Мысалы, мына жерде 10a минус 5, бұның ішіндегі коэффициенттері қандай? 10 және минус 5. 10 және минус 5 коэффициенттері. Мынаның коэффициенттері, мына өрнектің 5 және 4, плюс 4. Мына жерде, бұнда жерде коэффициент біздің мына болып саналады. Бөлшегіміз 5-тен 4 коэффициент және 2 коэффициенттері бұл. Бұл жерде коэффициент, мынаны бірінші өрнекті бұлай жеке-жеке m-ді 2-ге бөле аламыз. m бөлінген 2 азайтылған 10 бөлінген 2 деп жаза аламыз. Енді бұл жерде коэффициент көрінбей тұрған, мына жерде не бар? m-нің алдында 1 бар. Сонда бұның коэффициенті 2-ден 1 және 10-ды 2-ге бөлген кезде неше шығады мына жерден? 5 шығады. Минус 5 алдында минус деген сан болғандықтан минус 5 коэффициенттері. Осындай атаңналарда көрініп тұр коэффициенттері алдындағы сандар. Мынандай өрнектерде, бөлшектерде коэффициенттерін шатастырмау керек. Мына жерде көрінбейтін 1 бар. Сонда 2-ден 1 коэффициенті. Енді әріпті өрнектерге байланысты бізде ұқсас мүшелер деген бар. Ұқсас мүшелерді қосады, ұқсас мүшелерді азайтады. Мысалы, біздің есебімізге келетін болсақ, мынандай есеп болуы мүмкін. Мысалы, 3 алма қосылған, 2 лимон қосылған, 5 алма қосылған, 3 лимон болсын. Сонда бұл жерде ұқсас мүшелеріміз қалай? Алма мен алма ұқсас, Мысалы, алма мен лимонды қоса алмаймыз ғой. Тек қана алма мен алманы, лимон мен лимонды қосамыз. Бізде 3
алмаға нешені? 5 алманы қосамыз. Сол кезде неше болады? 8 алма болады. 2 лимонға нешені қосамыз? 3 лимонды қосамыз. 2-ге 3-ді қоссақ 5 лимон. Сонда біздің өрнегіміз осылай болып қалады. Сонда 8 алма қосылған 5 лимон болып. Енді осыған қатысты қазір есептер шығарайық. Міне өрнектерді ықшамдайық. Бұл жақта да жаңағы ұқсас мөлшерлерді қосамыз, азайтамыз. Бізде бұл жерде бірінші жақшаны ашып алайық. 9х азайтылған 6 қосылған. Жақшаның сыртында қосу таңбасы, плюс таңбасы болғандықтан ішіндегі жақшаның ішіндегі өрнектер дәл солай болып көшіріледі, таңбалары өзгерілмейді. Негізінде дәптерге былай жалғастырып жаза беруге болады. Мен жерде сыймайтын болғасын, мына астына жазып жатырмын да, сіздерге де түсінікті болу үшін. Енді бұл жерде ұқсас мөлшерлер дегеніміз 9х пен 7х, екеуінің де алдында да х. Алма, алма, лимон, лимон сияқты. Енді 9-ға 7-ні қоссақ 16х. Одан кейінгі келесі ұқсас мүшеміз, мынандай немен жазып қойайық. -6, -3. -6, -3 екеуі қосылады. Бұған да қатысты тағы да есептер шығарамыз. Сол кезде -9 болады. Мына өрнекті ықшамдаған кезде бізде 16х -9 деген әріпті өрнек шықты. Келесісінде ықшамдайық. Мына бірінші жақшаны ашып аламыз. 6х -9 қосылған 4х плюс 15. Көрініп тұр ма? Енді ұқсас мүшелеріміз мына 6х және 4х. 6-ға 4-ті қоссақ 10х. Одан кейінгі ұқсас мүшеміз -9 плюс 15. Таңбалары әр түрлі болғандықтан бұлар азайтылады. Сонда үлкен және үлкен санның таңбасы қойылады. 15-тен 9-ды азайтсақ 6. Үлкен санымыз плюс болғандықтан плюс 6 болды. Екіншісінің жауабы мындай ықшамдағанда. Келесі. Так. Көрінемін. 8х жақшаны ашамыз. Қосылған 7. 3х қосылған 4. Бізде ұқсас мүшелеріміз 8х, 3х. 8-ге 3-ті қосамыз 11х. Одан кейінгі плюс 7, плюс 4. Міндетті түрде мына таңбаларына мән беруіміз керек. Егерде мына таңбасын минус екенін ұмытып кететін болса, бұл жер не болып кетеді? Плюс болады, мына екеуі қосылып кететін. Сондықтан міндетті түрде таңбаларымен бірге қосамыз. Таңбаларын қосып азайтуды ескеру үшін. Енді жерде плюс 7, плюс 4 екеуі де қосылады. Сонда 11. Жауабы бұның 11х қосылған 11.